Ең негізгі монополист Яндекс Такси. Яндекс картасы арқылы бірде-бір басқа жүйені кіргізбейді олар. Америкалық Uber кіріп көрді, шығарып жерді, қытайлықтар кірді, шығарып жерді. Бір өз ғана қалды. Яндекс өзі кірмейді сізге самару кіргені. Оған қарасты таксопарктер басқалар кіреді. Яндекс қазір әкімшіліктерге ақпарат бермейді потоктар бойынша. Қай жерде қаншама машина жүр, қандай тіркелді, ешқандай ақпарат жоқ. Сіздерде жоқ ол ақпарат. Кеше әкімшілік Қызылордада такси алған екен, оларға ана жүйеге кіргізбейді. Барлығы Яндекс арқылы біз Яндекске ақша төлеп отырмыз. Осы жерде жартылай шешім емес па? Екінші, Яндекс сияқты платформа кіргізуге жоспар бар ма? Болмаса барлық жасап жатқанымыз ол нәтиже бермейді. Ертең Яндекске біреу қарсы шықпайды. Таксопарктер Яндекс не айтады, соны жасайды. Яндекс қазірдің өзі қорқытып отыр бізді. Маған көп тиісе берсеңіздер, өшіріп тастаймын, халықтың бәрін шулатамын деп отыр. Не жасаймыз? Алдын ала ойлап жатырмыз ма? Не қалай, қандай шешімдер қабылдауға болады бізге? Қазір нарықта Яндекстен басқа тағы да жетеуі бар. Оның ішінде ең былай қазақша Қазақстан арасында Максим апару қазақстандық болып тұрған. Ол Өскеменде істеп жүр. Бір ғана қалада істеп жүр. Енді жаһандық брендтің арасында біздің жоспарымыз бар. Жалпы Европада жақсы еңбек атқарып жүрген тағы да бір компания бар. Оның атауын